Бұл оқиға бір кішкентай баладан басталады. Оның аты Мақсат. Ол күн сияқты күліп, жел сияқты еркін ойнайтын. Оның өмірі жарыққа толы еді. Әкесі оны әрдайым қорғайтын. Қайда барса да жанында болатын. Ал анасы оның жүрегі еді. Әрбір құшағында жылулық бар еді. Сол кезде ол ештеңеден қорықпайтын. Себебі ол жалғыз емес еді. Бірақ өмір әрқашан бір қалыпта тұрмайды. Кейде бір ғана сәт бәрін өзгертіп жібереді. Сол түні жол ұзақ еді. Жаңбыр жауып тұрды. Көлік іші үнсіз. Бір сәт назар басқа жаққа ауды. Жарық жақындап келеді. Сосын бір соққы, содан кейін тек үнсіздік қалды. Ешқандай дыбыс жоқ. Ешқандай сөз жоқ. Неге үй бос қалды? Неге ешкім оны шақырмайды? Неге анасының дауысы жоқ? Неге әкесі келмейді? Сол күні ол ең қымбат екі адамынан айырылды. Әкесі енді оны қорғамайды. Анасы енді оны құшақтамайды. Ал кішкентай жүрек мұндай ауырлықты алғаш рет сезінді. Енді олар осы жерде, жер астында. Ал ол жалғыз қалды. Бірақ ол жалғыз емес еді. Оны тастамаған бір жан бар еді. Әжесі. Ол ештеңе демеді. Тек немересін құшақтады. Ал бала сол сәтте бәрін түсінді. Кейде сөздің қажеті жоқ. Бір құшақ бәрін емдейді. Сол күннен бастап оның жүрегінде кішкентай болса да үміт қайта жанды.